болады дейді. Сол себепті осы 2010-2011-ден бастап барша хабарларды айтуға тура келіп жатыр. Бұнда жаңа айттым, қиялға жайып ертегі емес, адам көзіне мына физикалық өмірде экран қосылады. Көзін жұмған кезде экран қосылды 94 жыл 28 сентябрьде, және астарлас әлемді толық еститін дыбыс қосылады, дыбыстық каналдар қосылады. Яғни айтқанда жеті экран беріледі. Әрине бұны мынау ғасыр алмасу кезінде 1994 жыл бұл ғасыр алмасу кезеңі болатын. Бұл кезеңде беріліп отырған бұл байланыс неге беріліп отыр? Бұның нақты дәлелдері қандай? Адамзат бұған сене ме? Бұрын енді өткен ғасырда қасиеттерін адамдар мойындаған жоқ қой. Оны өлгеннен кейін жалпы біз көздің тірісінде адамды мойындамаймыз. Біз сондай халықпыз да өзіміз. Себебі алтынның қолдабада қадір жоқ дейді. Егер осы байланыс басқа бір шетелде болды десе, онда біз міндетті түрде оны іздеп барамыз. Сол себепті өзіміздің Қазақстан елімізде, жерімізде осы байланыс орнағанына көбісі күдік туғызды, дүдамал ойлар болды. Бірақ қазір бұл тарихи қажеттілікке айналып отыр. Зәуреш Жалғасқызы 20 жылдай қазақ қоғамының қарқынды қалыптасуына үлес қоса отырып, елінің ақ батасын алды. Мысалы, 1991-1994 жылдарда екі бірдей үлкен тарихи ескерткіштің құрылысын көтеріп, басшылық жасап, өшкенді тірілтеді. Қоғамымыздың, ғасырымыздың қасиеттерді арақ, темекі, нашақорлық, осындай нәрселерге қарсы күрес бастады осы байланыс арқылы. Сол себепті бұл осы байланысқа жақындаған адам Алла Тағаланың тікелей нұр қуатыменен арақ пенен темекіден тез арада арылып кетті. Қазақстан бойынша сандаған адамдар арақ пен темекіден тазарып, рухани тазаруға бет бұрып, шаңырақтарын тазарта бастады. Осы байланыстың негізінде осы Қазақстанда 1997 жылы қоғамдық рухани мәдени салауатты өмір орталығы, яғни құрылды, ресми тіркелді. Яғни мен сол орталықтың төрайымы болып келемін өзім, және қайырымдылықпен айналысып келе жатырмын. Үшінші, бұл тура байланыстың үшінші дәлелі. Осы байланысқа жақындаған адам жаңағы жол ашылады. Таңғалған дәрежеде жол ашып, байып, яғни айтқанда ұлды болып, қызы болып, ақ тілек, ақ ниет, ақ батамен осындай жол ашу. Әрине бұның бәрі бір адамның жеке меншігіндегі нәрсе емес. Бұл байланыстың иесі мен емеспін. Байланыстың иесі біздің жаратушы иеміз Алла. Алла Тағала осы байланыс жер бетіне беріп отыр. Таңғалғандай дәрежеде жол ашылған адамдар өте көп. Бұл Қазақстанның жерінде түкпір-түкпірінде жүріп жатыр деп айтқым келеді. Әрине